Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында жөтелге қарсы, яғни жөтелді тез қайтарудың әдіс тәсілі және сонымен қатар жөтелді емдеп қана қоймай, адамның 12 мүшесіне пайдасын тигізетін, иммунитетін көтеретін әдіс тәсілмен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеоның соңында маңызды бір ақпаратпен бөлісетін боламын. Бізге керекті заттар қолжетімді, 5-6 чесноктың мынандай бастары, сарымсақтың және пияз, таза бал керек болады. Осы 3 өнімнен біз кереметте адамға пайдалы, жөтелді тез басатын дәрілік жаңағы сусын дайындайтын боламыз. Ең алдымен сарымсақты осылай жақсылап аршып, ұсақтап пияз екеуін турап аласыздар. Өздеріңіз білесіздер, сарымсақ пен пияздың адамға өте көп пайдасы бар екен. Ас қорыту жүйесін ретке келтіреді екен, жүрек қан тамырларының жұмыс жасауын жақсартады екен. Және де тері аурулар, соның ішінде құрт, паразиттер деп жатамыз, адамның ішектерінде көбейіп кеткен жағдайда осы сарымсақты чикідей жесек, жақсылап тұрып бактерия мен вирустарды өлтіреді екен. Сонымен қатар герпес аурулар деп жатамыз, тері аурулар, адамның тері ауруларын бәрін ретке келтіріп, қант мөлшері көбейіп кеткен жағдайда 25%-ға дейін түсіріп, сонымен қатар адамның арықтауына, артық салмақтан құтылуға, тұздың жиналуына, буынның ауруларына керемет бір пайдасын тигізеді екен. Және де холестериннің көбейіп кетуін азайтып, 10%-ға дейін адамға бір керемет бір пайдалы күнделікті, мысалы өздеріңіз білесіздер, тамаққа да қолданамыз. Осыны чикідей жеп тұрсақ та көп бізге пайдасы бар екен. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, чеснок пен пиязды жақсылап жуып тазалап алдық. Енді осыны ұсақтап турайтын боламыз. Мен бұл сусынды 2 күннен артық пайдаланбаймын. Және де міндетті түрде тоңазытқыштың ішінде сақтаңыздар. Шетінің алдында шығарып, бөлме температурасында жылытып барып пайдаланғандарыңыз дұрыс. Мұздай күйінде ішпеңіздер, онда сіздердің жаңағы іш құрылыстарыңызға, тамақтарыңызға суық тиіп, жөтел одан арман асқынып кетуі мүмкін. Үлкен кісілерге міндетті түрде күніне 2-3 ас қасық, яғни үлкен қасықпен пайдаланылуға болады. Ал балаларға кішкентай ас қасықпен 1 қасық жеткілікті болады. Міндетті түрде жылы сумен пайдаланыңыздар. Бұл емді мен жасап көріп, пайдаланып көріп, сосын сіздерге ұсынып отырған жайым бар. Егер де сіздерде мысалы асқазан ойық жарасы болатын болса, онда сіздерге бұл жаңағы сарымсақты, пиязды пайдаланбауды кеңес етемін. Себебі асқазан ойық жарасына одан арман қоздырып, оған зиянын тигізіп жіберуі мүмкін. Міндетті түрде бұл әдісті қолданардың алдында дәрігерлермен кеңесіңіздер, балаларыңызды жаңа дәрігерге апарып, пияздан, сарымсақтан аллергиясы жоқ па, балдан міндетті түрде білулеріңіз керек. Және өздеріңізде тексеріліп, дәрігердің рұқсатымен пайдаланғандарыңыз дұрыс болады. Міне, екеуін жақсылап турап алдым. Енді осыны балмен араластыратын боламыз. Таза бал болғаны жақсы, себебі Құранда да келеді, балдың ішінде қаншама ауруға, яғни ем бар. Сондықтан балдың көп пайдасы бар. 3 ас қасық саламын. Одан кейін 4-5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Өздеріңіз байқайсыздар, 1 сағат өте бастаған кезде қарасаңыздар, астына жаңағы сөлі бөлініп, сұйықтық көбейе бастайды. 4-5 сағаттан кейін толықтай суы тартылып, астына қарай тұнба тынады. Сол кезде біз тұнбамызды алып, ситадан дейміз, сүзгіштің көмегімен тазалап, тек қана согын алатын боламыз. Сол согын таза бір ыдысқа құйып қоясыздар да, тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Міне,
жақсылап араластырыңыздар. Бал басында қою болып араласпауы мүмкін, бірақ кейін соңында жақсылап араласқаннан кейін өзі сұйық болып уже бөліне бастайды. Міне, болды. Бетін міндетті түрде жабамыз, тазалықты сақтап жасаймыз. Бұл емдік нәрсе болғаннан кейін міндетті түрде тазалықты сақтаңыздар. Менде 4-5 сағат өтті. Астын қарасаңыздар, міне, сұп-сұйық, қараңыздар. Су сияқты болып қалды ғой кәдімгі. Болды, осы таза өнімді таза ыдысқа сүзгішпен сүзіп алатын боламын. Міне, осымен біздің емдік сусынымыз дайын болды. Сіздерге ем болсын, шипа болсын, тез жазылып кетіңіздер. Тек қана жөтелге емес, адамның барлық дене мүшесіне пайдасы мол сусын. Сондықтан міндетті түрде жасап, дәрігермен кеңесіп, ішіп, пайдаңызға асырып, ауырмай, сырқамай, иммунитетіңізді көтеріп жүріңіздер. Міне, керемет болып шығады. Мен өзім пайдаланам, балаларыма және ата-апаға беремін. Ем болсын.